Саламатсыздар ма оқушылар? Біздер тарихтың шертіп пернесін бөлімі бойынша Сәкен Сейфуллиннің Сырсандық өлеңінің кезекті сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Сырсандық өлеңінің тақырыбы мен идеясы. Бүгінгі сабақта сіздің меңгеретініңіз автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясы мен байланысын айқындау. Шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Оқушылар, әр адамның досы сырласы болады. Сіздердің де достарыңыз бар. Доспен сырласу дегенді қалай түсінесіздер? Иә, досыңа ішкі жан дүниеңді сеніммен ақтару. Сыр сөзінің мағынасын ашайық. Сыр әр адамның өзіне тән өзгеге белгісіз ойы. Ал адамның сырсандығы деп нені айтуға болады? Иә, ендеше сіздер танысқан Сәкен Сейфуллиннің Сырсандық өлеңіндегі ақынның сырсандығы адамның ішкі құпиясы, жан дүниесі екен. Оқушылар, өлеңнің мазмұнымен өткен сабақта таныс болдыңыздар. Олай болса, қазір сіздердің алдарыңызда үзінді беріліп отыр. Тапсырманың дескрипторы өлеңнің үзіндісінен тақырыбы мен шығарманың негізгі идеясын анықтау. Өлеңнің тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Дұрыс. Адал достық пен жанама достық, адамгершілік, адамның жан сұлулығы. Ал идеясына келетін болсақ, абзал достыққа шақыру, жалған достықтан бойын аулақ ұстау. Оқушылар, шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтадық. Олай болса қазір, бүгінгі сабағымыздың мақсатына сай екінші тапсырманы орындаймыз. Алдымен автор бейнесін еске түсірейік. Автор бейнесі әдеби шығармадағы жазушының өз тұлғасын көру қалпы. Әр жанрдағы шығармаларда автор бейнесі әр түрлі дәрежеде, әр қырынан аңғарылады. Поэзиялық шығармаларда автор негізінен лирикалық тұлға ретінде танылады. Лирикада ақынның ішкі сыры, сезімі, толғанысы, яғни жеке авторлық тәжірибесі басқа жанрларға қарағанда айқын, анық бедерленеді. Өмір шындығын оқырман лирикалық тұлға позициясындағы автордың көзімен қарап, танып біледі. Тапсырма дескрипторы бойынша автор бейнесін анықтап, шығарманың негізгі идеясымен байланыстырасыздар. Екінші тапсырма. Оқулықтан өлеңнің мазмұнын оқып, автордың бейнесін анықтаңыз. Мазмұнын оқып шықсақ, сәл ойланайық. Ендеше ойымызды қортайық. Ақын өз басынан сатқындықты өткерген. Достық қарым-қатынасты өте жоғары деңгейге қойған. Досқа адал, сырға берік болуды ұстанған. Жалған, амал достықты жек көрген. Автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын біз былайша қорытындылаймыз. Ақынның бейнесі ішкі жан дүниесі, адал достыққа, жан тазалығына құштарлығы, жүрек түкпіріндегі ең абзал сырларын ақтару үшін адамның адал дос іздейтін кездерін астарлай жеткізе отырып, басын бұлт шалғанда жалт беретін амал достардан көңілі қалғанда тұспалдай ұқтырады. Біз сабағымыздың бірінші мақсатына жеттік. Автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланыстырдық. Енді сабағымыздың екінші мақсаты шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау болатын. Оқушылар, достық байланыс туралы тақырыпты қандай ғаламдық тақырыптармен салыстыра аламыз? Өз ойларыңызды ортаға салуларыңызды сұраймын. Жарайсыздар. Ұлттардың бір-бірімен қарым-қатынасы, бейбіт өмірі.
қоршаған орта, табиғатты қорғау, ұлттық құндылықтарды арттыру, мәдениеттілік. Ойымызды жүйелейтін болсақ, достық қарым-қатынас бәріне де негіз бола алады, бәрінен де жоғары құндылық. Адамзаттың, ұлттардың достығы мен бірлігіне, болашақ елдің дамуына үлкен әсерін береді. Міне, жоғарыдағы ғаламдық, жаһандық тақырыптар қатарына достық туралы тақырыпты сеніммен қоса аламыз. Жер, су, ауа қандай қажет болса, адам мен адамның, ұлт пен ұлттың, ел мен елдің достығы да сондай қажет. Өлеңнің көркемдік ерекшелігіне тоқталып өтейік. Сырсандықты неге көңіл лирикасы дейміз? Өйткені өлең адам жанының нәзік қылын шертеді. Өлеңнің құлаққа естілуде жағымды, жүрекке жақын. Сыр сандықты ашып қара сырласым, сым пернені басып қара жырласын, деп адамның ішкі жан сарайын тани білуге, сырласуға, кішіпейілдік пен зеректілікке шақырады. Сонымен бірге бұл өлеңде үлкен философия да бар. Шыр қайналар шіркін тауып, жемің болса қолыңда, қайдағысы сені тауып, топырлайды жолында. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Салыстыру да, теңеу де, әжуалай сынау да осында. Кімнің жемі болса, соның тауығы болуға әзір жылмаң. Жалт бергіш тайғанақ адамдарды дәл суреттейді. Бұл өлең ақынның сұп-сұлу дүние танымының өрнегіндей, кестелене төгілген ерекше дүние. Ізденістің, жаңашылдықтың жемісі. Бүгінгі сабағымызда меңгергеніміз автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындадық. Шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағаладық. Олай болса, оқушылар, бүгінгі жасаған жұмысымызды қорытындылай келе, сіздер сабақтағы іс-әрекетіңізді 3-2-1 тәсіл арқылы бағалап көріңіздер. Өзімізді бағалап болсақ, өзіндік жұмысқа назар аударыңыз. Төмендегі сызба негізінде автор бейнесі мен оның идеяны жеткізудегі ерекшелігін анықтайық. Сабақ барысында орындаған тапсырмалар негізінде өзіндік жұмысты еш қиындықсыз орындайды деп сіздерге сенемін. Сәттілік. Сабағымызды қорытындылай келе, Сәкен Сейфуллин өлеңде өзінің жанын тербеген, тебіренткен, кейде тоңдырып, тіпті түңілткен кездерде болған достық атты қастерлі ұғымды мөлдіретіп бере білген. Биік тау, құзар шың басындағы табиғаттай таза, шынайы да шыншыл, нәзік те сыршыл жан сарайының кілтін аша білуді ұсынады. Дос-досқа адал болғанда ғана достық әуені сыр шертеді дегенді осы өлең арқылы терең ұғындық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.